Сәлеметсіздер ме көрермендер, бүгін шпинатты тестадан пирожки жасаймыз. Алдыменен бізге петрушкамыз бен шпинатымызды турап алу керек. Сосын бұны арнайы турағышқа тағы да саламыз. Міне турап алдық, осындай ұсақ болу керек. Ыдысқа саламыз да арнайы осылай ұсақтап блендерге дайындаймыз. Блендерімізбен суын шығарып тұрып жақсылап езіп аламыз. Міне осылай болу керек. Табамызға тұзымызды салып, суымызды құйып, шпинатымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын ұнымыз бен дрожжымызды салатын боламыз. Ұнды салып, ұнның үстінен дрожж саламыз міндетті түрде. Осы дрожжды ұнның үстінен салу керек кез келген тестаға. Қыз-келіншектер, менен сіздерге кішігірім лайфхак. Июн қандырып жақсылап билеп аламыз тестамызды. Сосын дайын болған тестамыздың бетін жақсылап бұқтырып, жауып, қымтап қоямыз. Міне тестамыз дайын. Бетін жабамызды жақсылап қымтаймыз. Сол аралықта ішіндегі начинкасын дайындап аламыз. Мен начинкасын капустадан жасадым. Біздің балаларға капустамен ұнайды. Және бұны күйдірілген құйрық майға қуырып дайындап қоямын. Тестамыз ашыды, дайын болды. Бұны қолымызбен бастапқыда жайып шығамыз. Сосын оқтауменен жақсылап тегістеп шығып, домалақтап кесіп шығамыз. Дайын болған кесілген қамырымызға начинкамызды салып, түйіп шығамыз. Табамызға азырақ ұн сеуіп, үстінен осылай сопақша етіп, әдемілеп түйіп, тізіп шығамыз. Міне дайын. Бұны 20 минутқа бетін пакетпенен жауып, қамыр әдемі көтерілу үшін қойып қоямыз. Міне көтерілді. Үстін жұмыртқамен жағып шығамыз да 180 градустағы печкамызға салып аламыз. Пирожкиіміз дайын. Оразаларыңыз қабыл болсын, астарыңыз дәмді болсын. Менің видеом ұнаса лайк басып тіркеле отырыңыздар. Қоңырау шанында басуды ұмытып кетпеңіздер, өйткені келесі видеоларымда сіздерге өте пайдалы дүниелер салатын боламын.